Жизде, да, саламатсыз ба? Мен көптен келе алмай жүргем. Осы қыста сіздерге келем деп айтып, міне енді бұйырған күні жеттім. Қазір міне наурыз айы басталды, көктем. Сол сіздің мынау туған күніңізді құттықтайын деп, сондай әдемі жасқа келіп отырсыз. Рахмет, рахмет. Иә, неге жас, қуаныштымын. Сіз өзі жүзі болғанмен әкем дейсіз. Менің өзі әкем жолдасым өте кетті ғой. Сол енді сондықтан сіз біздің ақылшымсыз әрқашан. Сіз болғаннан кейін әрқашан бір ақылдасу керек болса сізге келеміз. Енді соған бір өте қуаныштымын. Осындай міне әдемі жасқа келіп жатсыз. Құтты болсын бәрі. Сол сізбен кездесуге әдейі арнап келдім. Бұлай енді сіз өзіңіздің өмірбаяныңызды сәл айтсаңыз, мынау балаларды талай жерде қызмет жасадыңыз, сонау Ресейде оқыдыңыз. Енді бәрі өте тамаша. Мен ойлаймын, сіздер сияқты ағайлардан біз үлгі алуымыз керек. Сіздер мынау ұрпақтарға үлгісіз. Сондықтан енді сәл өзіңіз жөнінде айтсаңыз, қай жерде тудыңыз, қай елден білім алдыңыз деген сияқты. Соны. Рахмет, мұны қай жерден еске алып, әділеп келіп құттықтап жатсың. Рахмет саған. Мен өзім туған кімдік қаны танып, туған жерім Қараөзек ауылы, осы Көкшетау ауданы, Көкшетау облысы, сонда өмірге келгенмін. Сол ауылда бастауыш мектепте оқып, бір-ақ класс оқыдым, бір-ақ жыл оқыдым. Ол уақытта сол қазақтар бәрі орысша білу керек. Орысша білмегендер келешегі жоқ деп, сондай не болған, ұсыныстар болған. Содан әкем неге алып барды. Жанымыздағы орыс ауылдарына. Литовичный, иә. Сондан 10 жылдық бітіріп, орысша жоғарғы оқуға түстім Ресейге. Ол уақытта сол не болды, центральный вузы деген қазақтарды жолдама беріп, сол неге Томскіге барып, содан теміржол институтына түстіп, оны сол ойдағыдай 65-ші жылы 65 па? аяқтадым. Қай кезде? Содан жолдама қазақ теміржолына жіберді. Осы Көкшетау теміржол бөлімшесіне келіп орналастым. Бұл жерде біраз қызмет істеп, біраз қызмет істегеннен кейін теміржол отделение тағы неге жіберді. Новошинка дейді, станция. Плеске ғой қазіргі, иә? Плеске дейді, ол уақытта Куйбышев ауданы болатын. Сонда бір мекемеге, теміржолдың мекемесіне директорлық жіберді. Ол жақта сол 15 жыл қызмет істеп, абыройлы, сыйлы, біраз теміржолды көркеуге біраз үлес қосып, одан уже Көкшетауға қазақ айтады ғой, 50 жаста елін тап деп, сол Көкшетауға тағы қайтып келіп, сол Көкшетаудың теміржол бөлімшесіне өзімнің бойынша бойынша қайтадан келіп, жетекші инженер болып орналастым. 60 оқып жүріп, әке-шешем әжептәуір жасқа келген. Олар сол үйлену керек, семья құру керек деп сөйтіп айтып жүргенде сол ертедегі омардың қызының
бидаш деген көңіл қосып, семья көтердік, отбасын көтердік. Одан үш баламыз бар, екі ұл бір қыз, бәрін сол оқытып, білім беріп, Маманың несі болды ғой бәрі. да, оларда темір жолға темір жол оқуын бітіріп, біраз жыл сол темір жолда істедім. Қанатам Омар Мәлікұлы, ол кісіні Өлтайда школдың директоры болатын да, ол кісіні жақсы білемін, қарым қатынасымыз болды, ол кісіні сыйлап жүрдім. Есіңізде бар ғой, я? Білем, жақсы білем. Каникулға шыққанда, отпусқа шыққанда сол немерелермен бірге барып, ауылға барып тұратынбыз Өлтайға. Солай өмір өтіп жатыр. Пенсияда жасқа толып, сол темір жолдан пенсияға шықтым. 2004 жылы. Ол біраз болыпты ғой, я. Бұны қазір енді құрметті зейнеткермін. 90 жылдары Колбиннің несі бар ғой әгі. Әр қазақстандықтарға бір баспана деп. Иә. Сол немен есап алдық. Қазір сол салғанымды өмір сүріп жатырмын. Иә, баспана жаман емес жерде. Мынау қаланың Көкшетаудың ортасында, қақ ортасында, мынау 2 қабатты үлкен коттеджі. Енді өзіңіздің еңбегіңіздің арқасында бәрі. Біз енді жерде сіз үлкен үй болып есептелесіз ғой. Сондықтан осы Көкшетауға келген сайын өздеріңізге келіп сәлем беріп отырамыз. Сізден енді әрқашан бір айтқан кеңесіңіз болса тыңдайық деп, жаңағы сіздің тек қана өзіңіз емес, мынау балаларыңыз емес, немерелердің өзімен қазір жаңағыдай сіздің мынау еңбек жолыңызды қуып, мына Абылайдың өзі теміржолшы үлкен енді. Қайсар міне қандай жігіт, есімде бар, Қайсардың атын өзіңіз қойғасыз. Иә. Міне енді сол мынау ұрпақтарға үлгі болыңыз әрқашан. Ауырмаңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Мен енді өзім қарабасым, сізді әрқашан пір тұтамын, әрқашан жүрген жерге өз балаларыма айтып жүрем. Болса әлбек жездемдей болсын деп. Сондықтан сіз бұлай енді айтады ғой, скромный деп қана айтып отырсыз өмірбаяныңызды. Енді білеміз ғой, мына жүрген ортаның алды болдыңыз, мынау темір жолда кезінде барлық, мынау жаңа Новоишинка болсын, Көкшетау болсын, бәрін басқарып тұрдыңыз. Енді оның бәрін тарихты бұлай төңкерсек айтатын әңгіме көп деп ойлаймын. Дегенмен тағы да енді міне тәтеммен сіз үй болып, отбасы болып, қанша отастыңыздар. Сол тәтем жөнінде де бір-екі ауыз сөз. Қалай, менің тәтем Ташкенттен оқыды ғой, білім алды. Иә. Екі. Педагогты бітірген. Иә. Сонау Ташкенттен. Одан олда осындағы бір ауылда мұғалім болып істеді. Елде мұғалім болды ғой. Иә. Одан кейін тәтем темір жолда да қызмет атқарды. Да, темір жол сол істеді. Иә. Қалған өмірінде. Енді әрине сізге үлкен рахмет. Тағы да қосарыңыз болса, бұлай қарапайым тілмен ғана айтып шықтыңыз, бұлай кеңірек айтпайсыз ба? Қандай жерде, қалай, міне кіммен мақтанасыз, қызыңыз Алиса қандай қызметте, мынау келініңіз Дина, мынау Ақмола облысында белгілі бизнесмен, солай балаларыңыз қандай қызмет жасап жатыр. Соны тағы бір-екі ауыз айта кетіңіз. Мынау Дина, Қайрат. Балаларым бәрі сол өз армандарына жетті. Қазір сол үлкен ұлым біраз темір жолда істеді. Директорға дейін көтерілді. Қазір сол Астанада
қарапайым қызмет істеп жүр. Екінші ұлым Қайрат, келінім Дина, олар өздерінің шағын бизнесі бар. Сонымен айналысып, балаларды сауықтыру дейді. Баяқша айтқанда пионер бар ғой баяғы. Қазір центр здоровья дейді. Сонылар сонда жылда балаларды бағып қалып, каникулда жақсы дем алғызып, сонда қызмет атқарып жатыр. Қызым Алиса сол фармацевт, провизор, Астанада қызмет істейді. Иә, бары тауба, жақсы. Мен айта кетейін дегенім, сіздің өзіңізге тартқан ұлдарыңыздың да қолдарынан бір тағы екінші бір жағдайда кетсем, өте шебер ғой енді. Тіпті Абылайдың өзі болады, қандай үйлер бір үйден соң бір үйді өз қолымен салып шықты. Абылайдың өзі қандай кез келген жұмысты айтсам, бәріне қолының ептілігі бар. Енді тек қана әрине жоғары білімді, еліміздің мақтанышы, болашағы жастар ғой. Сол енді мынау немерелеріңіз, ұрпақтарыңыз, жастар өсіп өз қуанта берсін бізді бәрімізді. Өзіңізді аман болыңыз. Мынау әдемі жас, қарап отырсам 85 не жас екен ғой әлгі. Қалай деп айтады? 85 келесі 97. 12 жыл сайын болады ғой, мүшел жас. Енді мүшелге жете беріңіз. Амандық болса, міне, бір мүшелден өтіп атсыз, енді екінші 97 мүшелге соған берсін. Өйткені мен білем, атаңызда, папаңызда біраз мол жасаған, 100-ге дейін барды ғой ол кісі. 90 қанша жасқа келді? 90-ға келіп өмірден өтті. Иә. 100-ге дейін жасаңыз, осылай бізге ақылшы болып жүре беріңіз. Енді сізге үлкен рахмет, сол адиярына бесте қалсын деп, балаларға, ұрпақтарға, сол өз аузыңыздан айтсын деп, өзімізше енді, сол біздің кішкентай ғана кішігірім сыйлығымыз осы болсын деп, әрине қандай болсын сыйлық қалайықсыз. Сол еліміз көркейсін, сіздер аман болыңыздар. Дағы қосатын болсаңыз, айтарыңыз болса, тағы айта жатарсыз. Қағаз жүзінде де болады. Мен себебі жүзде, анау ағам тірі кезінде айтқан, естелікті жазып қойыңызшы деп. Сөйтіп ағам 5-6 бет өзінің естелік жазып қойыпты. Сол менде. Сондықтан тек қана осындай бейне жазбай емес, бейне сурет емес, кәдімгідей қолыңыз бос уақытта естелік жазбаша жазып қойсаңыздар тамаша. Рахмет үлкен. Ал келіңіз жүзде қол. Саған да рахмет. Жақсы.